Сәлем баршаңызға, құрақ әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі әрі жылдам тігілетін құрақ түрін тігетін боламыз. Видеоны соңына дейін асықпай қарап шығыңыздар. Ең алдымен бізге 4 түс велюр матасынан қиылған размері 10-10 см мата қиып аламыз. Ақ, алтын түстес және көк және қызыл. Мата түстерін өз қалауларыңыз бойынша таңдап алсаңыздар болады. Алтын түстес және ақ түсті велюр матасының сыртқы жағындағы дәл ортасынан сызып аламыз. Және біртіндеп орналастырамыз. Видеоға асықпай және мұқият қарап, мата түстерін бір-бірімен беткі жағын қаратып орналастырып шығамыз. Дәл ортасындағы сызықтың екі жанын ғана тігіп шығамыз. Ортасындағы сызық ол тек қырқу үшін. Видеоға мұқият қарап шығыңыздар, сонда барлығын түсінетін боласыздар. Бұл құрақ ешқандай қиындығы жоқ, оңай әрі тез құралатын құрақтардың түрлері болып саналады. Міне, біз барлығын тігіп шықтық. Енді артық жіптерін қайшымен қиып тастаймыз. Содан кейін ортасындағы сызықтың үстінен қайшымен қиып шығамыз. Қиып болған шаршы маталарымызды үтікпен үтіктеп, тегістеп шығамыз. Сонда түзу болып шығады, әрі тіккен кезде өзімізге оңай, әрі түзу болады. Ерінбей үтіктеп шығыңыздар. Сонда әрбір жұмыстарыңыз өздеріңізге тіккенге оңай болады. Дайын болған шаршы маталарымызды видеоға қарап, құрақ бейнемізді құрастырамыз. Енді осы шаршыларды рет-ретімен бір-бірімен біріктіріп, оң жағына қаратып, тігіп шығамыз.
Міне қараңыздар, құрағымыз әдемі болып келе жатыр. Әрмен қарай тігу процесін жалғастырамыз. Көлденеңнен тігілген құрақтарды бір-бірімен біріктіріп шығамыз. Міне қараңыз, құрағымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Осыдан бірнешеуін тігіп, көрпеше бетіне тіксеңіздер болады. Тез әрі жылдам, әрі көрнекті құрақ болып шықты. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау все батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Және пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған мен Нұрмырза Керімқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.